Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Жетістікке жеткізетін жол. Үлкен жетістіктерге жеткің келсе, еңбек етуді жақсы көр. Басқа амал жоқ. Сен өзіңе күмәнданып жүрсің, ал біреу сенің күшіңе қызығады. Ішкі жан дүниеңіз дұрыс болмаса, жарқыраған жүзің ештеңе шешпейді. Өзгелер қаламаған нәрсені бүгін жаса, ертең басқалардың қолынан келмейтін өмірді сүретін боласың. Әуелі Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсаң, қара жерде береді, құр тастамайды. Абайдың 4-ші қара сөзінен. Саған уақыты жоқтарға сен де уақытыңды кетірме. Сөзіңді түзе, әдетіңе айналады. Әдетің мінезіңе айналады. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тез қолға түседі. Шала мейір шала байқайды. Сабыр етуді үйрен, себебі күндердің барлығы тамаша, әрі біз ойлағандай бола бермейді. Сабырлық көркем мінездің көрінісі. Адам екі уақытта үнсіз қалады. Бірі бәрін түсінгенде, енді бірі бәрінен көңіл қалғанда. Не сөйлейтініңді біл, кімге сөйлейтініңді біл, қай жерде сөйлейтініңді біл, қай кезде сөйлейтініңді біл, қалай сөйлейтініңді біл.